Адамдар Корей көліктеріне неге қызығушылық танытуда, достар? Toyota көліктеріне қарағанда Hyundai автокөліктерінің басты бір артықшылығы бар. Қазір сіздерге, достар, көрсететін боламыз. 5 миллион теңге әжептәуір сіздің семьялық бюджетіңізге экономия болады. Қайырлы күн, құрметті достар, Kifo Tulpar каналында кезекті түсірілім. Бүгін біз Hyundai Accent көліктеріне обзор жасайтын боламыз. Көпшіліктің сұрауы бойынша Hyundai Accent көліктерін таңдап 4 көлікке обзор жасайық деп отырмыз. Достар, біз қазір обзорға алып жатқан көліктердің жылдары 2014, 2016, 2017, 2019 болғанмен де барлық көліктерінің қозғалтқыш көлемдері 1/6, автомат және салондары велюр болып сақталған. Ақырын степ бай степ деген сияқты ақырын қадамдармен біз осылай өз көліктерімізге шынайы түрде обзор жасап сіздермен таныстыратын боламыз. Адамдар Корей көліктеріне неге қызығушылық танытуда, достар? Өйткені қазір нақты түрде салыстыратын болсақ, 2017 жылғы автомат коробкамен 1/6 объеммен Hyundai Accent көлігі 5,5 миллион тұратын болса, 5 миллион 650. Ал енді 2017 жылғы 55-ка Camry бағасы 10,5 миллионға шек жетіп жатыр. Сонда 5 миллион теңгеге дейін разница болып отыр, достар. Ал енді сіз сол 10 миллион, 10,5 миллионға екі Hyundai автокөлігін алсаңыз болады. Біреуін теуіп жүріп, екіншісі новый болып тұра берсе болады. Болмаса 5 миллион теңге әжептәуір сіздің семьялық бюджетіңізге экономия болады. Замечательно, поразительно, гениально. Бұл жерде біз, достар, Toyota автокөлігін жамандау мақсатында емес, бірақ та қазақта қалтаңа қарап көсіл деген жақсы мақал бар. Сол сияқты, сол Toyota'ның баратын жеріне осы Hyundai автокөліктерде барады, және де жаңа жылда запчастарда арзан. Нет, в принципе, ты прав. Конечно, в принципе. Қазір біз екі Hyundai Accent 2014-2016 жылға көліктерді салыстыратын боламыз. 2014 жылғы автокөлігіміз бізде полный комплектациямен, екіншісі полулюкс. Қазір сіздерге, достар, көрсететін боламыз. Міне кілтінің өзінен кілтсіз доступ, пуш-старт, багажникті міне бұлай кілтпен ашуға болады. Міне кілтсіз доступ, пуш-стартпен, яғни оталады машина. Сонымен қатар мультируль, радионың дыбыстарын барлығын мультируль мен жабдықталған. Содан кейін Hyundai автокөліктерінде кейбіреуінде полный электропакет болмайды, алдыңғы жағында ғана болады, а бұда полный болғаннан кейін полный электропакет болып жатыр. Достар, бұл көліктің тағы бір ерекшелігі, бұнда климат контроль тұр. Яғни электрический управление жаңағы кондерді и положение, пештің положенияларын бәрін электрический управлять етуге болады. Екінші Hyundai Accent көлігінің айырмашылығы, достар, бұл жерде жаңағы кондердің барлығы механический управление, бәрін қолмен қосып, пештің направленияларын барлығын механический. Сонымен қатар бұнда да бірақ полный электропакет автокөлік. Арт жағының барлығы. Разницасы пуш-стартпен жаңағы печканың қосылуында. Сыртқы келбетіне қарағанда екі автокөліктерде де аса айырмашылық жоқ, бірақ полный комплектацияда айналарында поворотниктер бар, а полулюкс комплектациясында ол жоқ. Полный комплектацияның фарымен, екеуін фарын салыстырсаңыздар, полный комплектацияның фарында біраз ерекшеліктер бар. Атак тұмсықтары негізі екі автокөліктерінде бірдей. Сол сияқты міне 2017 жылғы, 2019 жылғы автокөліктерінде тұмсықтарын бірдей қылып қалтырған, достар. Kiss me, mama, kiss your boy, bless me well and lucky.
2019 жылғы көліктің салонына біраз өзгертулер енгізуге тырысқан. Ол мына магнитофон тұратын жер, және де подогрев 2 сиденья, подогрев руля, сонымен қоса 2 прикуриватель, және де USB AUX шнурларын қосуға мүмкіндік. Ал енді басқа салонына келетін болсақ, сол велюр қалған, және де 2014 жылғы акценттен ешқандай айырмашылығы жоқ, достар. Вот это поворот! 1,5 миллион теңге артық төлеп алған көлігіңіз, ол сырты өзгерген акцент, достар. Дегенмен сұлулық әлемді құтқарады деген сөз бар ғой. Жалпы Hyundai'дың айтқысы келгені осы сөз шығар, достар. Вот ты меня рассмеял. Жалпы бұл обзорды жасау мақсатымыз, достар, сіздерге 2014 жылдан бастап Hyundai акцент автокөліктерінің қандай өзгерістерге ұшырағанын көрсету болған. Тағы бір Toyota компаниясымен салыстыратын өзгешеліктері, достар, Toyota компаниясы анау 2014 жылған шығарған 50, 55, 60, 70 көліктерінің барлығында сыртқы дизайнына да аса қатты көңіл бөлген, және двигательде де қозғалтқыш көлемдерін өзгертіп отырған. Ал енді Корей халқы сыртқы көлемдеріне дизайнерлер мән беріп, әр жыл сайын өзгертуге тырысқан, бірақ та двигательдер 1.6 объемный көлеммен қалтырып, барлық 14 жылғы басталған көліктерден бастап 20 жылғы көліктерге шек 1.6 объеммен қалтырған. Нақты айтатын болсақ, достар, Hyundai компаниясы үнемділікке аса қатты көңіл бөлген. Toyota көліктеріне қарағанда Hyundai автокөліктерінің басты бір артықшылығы бар, достар. Ол бағасы, тағы бір артықшылығы бар. Ол қайтадан сол бағасы. Я что-то не понял. Вы не верите в любовь с первого взгляда или мне прийти еще раз? Жалпы, достар, бұл көліктердің барлығы біздің Kifo Tulpar автосалонымыздың көліктері. Бұдан да басқа бізде 70-тен аса көліктеріміз бар. Біздің Kifo Tulpar каналымызда қандай форматта болғанын қалар едіңіз, өз ойыңызды білдіріп, төменге комментария қалдырып, біздің каналға тіркеліп, достарыңызға бөлісе жүріңіздер.